Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен сәбіздің адам денсаулығына пайдасы жөнінде айтатын боламыз. Алдымен бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сәбізде әсіресе А дәруменін толықтыру үшін маңызды болып табылатын С дәрумені, К дәрумені және Е дәрумендері бар. Сәбіздің ең белгілі пайдасы көз денсаулығына қосқан үлесі. Жасқа байланысты пайда болған макулярлы дегенерацияның алдын алуда маңызды рөл атқарады. Бұл торлы қабық пен линзаны қорғау арқылы көздің денсаулығын жақсартады. Түнгі соқырлық және көру қабілеттілігінің жоғалуы сияқты қауіптерге қарсы қолдау береді. А дәрумені тапшылығы балалардағы соқырлықтың негізгі себептерінің бірі болып табылады. Сәбізде шаштың денсаулығын жақсартатын А және С дәрумендері бар. Иммундық жүйені нығайтады. А дәрумені иммундық жүйені нығайтуда маңызды рөл атқарады. Өйткені А дәрумені иммунитетті арттыратын лейкоциттердің, қанның ақ түйіршіктері жасушаларын қолдайды. С дәрумені иммундық жүйені нығайтады және емдеуді тездетеді. Сәбіздің теріге пайдасы оның бета-каротин қасиеттеріне байланысты. Бета-каротин терінің күн сәулесінен қорғайды. Безеу, экзема және бөртпе секілді тері ауруларына емдеуде көмекші рөл атқарады. Сәбіздің ми денсаулығына да пайдасы жақсы. Сәбізде кездесетін кейбір заттар мидың денсаулығын сақтау үшін маңызды. Сәбіз есте сақтау қабілетін сақтайды. Сәбіздің жүрек денсаулығына да пайдасы жақсы. Жүрек тамыр ауруларына және гипертонияға қарсы қорғаушы бір рөл атқарады. Сәбіз холестеринді төмендетуде тиімді болып табылады. Сәбіздегі калий ағзадағы артық натрийден арылуға көмектеседі. Сәбізді сонымен қатар ас қорыту жүйесіне де пайдалы. Өйткені піскен сәбіз аз мөлшерде болса, шикі сәбізге қарағанда талшық жоғалтады. Өт қабы мен бауыр ферменттерін реттеуге өте тиімді. Сәбіз басқа көкөністермен салыстырғанда жоғарғы қант мөлшерімен танымал. Дегенмен сәбіз қант диабетіне де пайдалы. Сәбізді пайдалы тағам ретінде таңдауға болады. Тіпті шикі немесе пісірілген сәбіз көп піскен сәбізге қарағанда одан аз қауіпті. Сәбізді салмақ тастауға да көмегі зор. Калориясы төмен, талшықтары мен су мөлшері жоғары. Сәбіз сияқты көкөністер қанықтыру сезімін беруде өте табысты. Сәбіздің құрылымы талшығы мен суының арқасында тез тойдым деп ойлайсыз. Сәбізді қабынуға да қарсы пайдаланады. Әсіресе Альцгеймер, артрит және жүрек денсаулығына байланысты созылмалы ауруларда қабынуға күрес маңызды болып табылады. Сәбізді қатерлі ісікке де қарсы қолданады. Антиоксидантқа бай сәбіз еркін радикалдармен күресуде тиімді болып табылады. Жүктілік кезінде де сәбіздің пайдасы өте жақсы. Өйткені сәбізде күшті бета-каротин мен витаминдер бар. Кальций тұрғысында да жүкті әйелдер үшін сәбізді тұтыну маңызды. Сәбіз ананың да, баланың да иммунитеті үшін қажетті тағам болып табылады. Жүктілік кезінде сәбіздің пайдасы көбінесе сәбіз шырынымен бірге түсіндіріледі. Дегенмен сәбіздің тек шырынын ғана емес, өзінде әрқашан тұтыну керек. Жүктілік кезінде өте қажет А дәруменінің бір бөлігін сәбізден қабылдауға болады. Бұл әрі инфекциямен күрес, әрі сүттің сапасын арттыруға жақсы. Сондай-ақ жүктілік кезінде кездесетін қандағы қантты қалпына келтіру үшін де қант диабетінің алдын алуда да сәбіз үлкен рөл атқарады. Жүктілік кезінде жиі кездесетін іш қату шағымдарын жеңілдету үшін талшыққа бай сәбізді тұтынуға болады.
сәбізді күніне бір немесе екі орташа сәбізді тұтыну жеткілікті және пайдалы. Достар, біздің каналымыз ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта біз сіздермен қызықты әрі пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз.